Кыскасы айтканда, досумдун үйүнө бардым. Бул күнү демалыс болатын еді. Мен достардын үйүнө барууду шештим демалыс күнү. Ерхандын үйүнө барсам, эчким жок. Сүйтүп мен Дауыт көршүмдүн үйүнө барсам, эсиги ачык экен. Дауыт! Дауыт! Не істейсің? Сен не істейсің? Тауықтарды қарап отырмын. Қайсы тауық? О май гад. Біз Дауыт екеуміз амандастық. Біз сөйтіп жүргенде Ерхандар келді. Еба, сен қайда болдың? Мынаны малды алып келдім. Мынау мал емес адам ғой. Машина ғой. Біз сөйтіп қуып кеттік. Сол кезде Дауыт былай деді. Тауыққа қой еке. Давай. Сөйтіп біз сулифа жасауды шештік. Сулифа! Шәуілдерге барамыз. Айтар сөзін біреуді жамандамаңдар. Тауықтар Дауытты көрдіңдер ма? Андама, рахмет, душа. Так. В общем, мен келіп қалсам Дауыт тұр ғой, короче. О, Дауыт! Дауытты таптым, енді Ерханды табу керек. Таптым. Так, енді ана шүйгі олды табайын Хамзаны. Хамза қайда? Мен Хамзаны іздеп жүргенде Хамза мені қорқытып жіберді. Мен қорққанымнан даже талып бұтынан жіберейін деп қалдым. Хамза қайда кетсін? Осы кезде мені Дауыт пен Ерхан ұстап қалды. Және осылай ұрыс болды. Осылай айқалап тұрғанда мен тұрып кетем. Жақсы ба, өліп қалды. Хамзаның кесірінен ғой, Офигел, еще кешірім жоқ. Осы кезде Хамзаның әжетханаға барғысы келіп кетті. Мен әжетханаға барып келем. Яғни туалет аяқты оланы қаден жібер. Өзі аяқ етіп кеттік. Туалет мұнда. Біз жолда жүріп батқанда Хамзаның бас киімін тауып алды. Осы кезде Дауыт бір нәрсені сезгендей болды. Емес! Сөйтсе бұл елес емес Хамза болып шықты. Мұнау Хамза ма? Қас емес, аяқтағы туалет. Малсың ба? Және осы кезде Дауыт Анам қорыққанда бұтта түшіп қойды ғой. Бәсене сасып кетті десең. Менің жаман идеям болды. Жігіттер, мұнда елдеш. Что за хуйня нахуй? В общем, бізді Хамза елеспен қорқытты. Соң кесімнен сен бұтына шығып қойды. Кішкене әртір. Не соң кесімнен біз Хамзаға кек қайтарып жаңғызайық. Ештеңе да сен кет арамыздағы біз идея құра бастадық. Анан тастап қашып кетеміз. Сосын жайлап өзіміз келіп қорқытып артынан. Аяқта бірнеше жүр. Қара, баш. Қара. Жүгір. Кауса ұнайтын зат. Артына қарап кетейін. Бар. Біз осылай Хамзаны алдап тастадық. Біз осылай жүгіріп қуып жүргенде, в общем, бір есірген бір жылайды деген мақал болып кетті.
Кыса айтканда досумдун үйүнө бардым.